Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандарым? Студент кезімізде қыруымыздың кесірінен бірдей қыз зорлықтың құрбаны болдық. Мен де өз басымнан өткенімді бөлісейін дегенім. Кішкентай кезімізде мен ол кезде шамамен 7-8 жастамын. Сіңілеріммен қалалық паркқа барып гүл теріп жүргенде, біреу аузымды жауып көтеріп әкетті де шөптің ішіне апарып жатқызып, өзі бар денесімен жата қалды. Аузы-мұрным жабық, мен тұншығып қатты тыпырлап айқайлауға шамам жоқ. Сол кезде бір сіңілім атымды атап айқайлай бастады. Қайдасың деп, сол кезде анау мені жібере салды. Сол кезде мен де тартаяқтап еңбектеп ашық жерге шығып үлгердім. Дірілдеп сөйлеуге шамам жоқ. Екі қызды қолынан ұстап үйге қарай жүгірдім. Мамама айта алмадым. Ол кезде әкем ішетін өшін менен ала ма, кілем қағатын клапушкамен аямай ұратын. Ана жігіттің түрі әлі есімнен кетпейді. Әкеміз 10 күн ішеді де 1-2 ай жақсы жүреді. Жағдайымыз нашар болды. Түске дейін киген киімді екінші сменаға екінші қыз киіп баратынбыз. Аяқ киім кім үйден ертерек шығады, соныкі болатын. Болмаса жыртық киіп барасың еріксіз. Сода мен 9 класс бітіріп Алматыға медучилищеге түсірді. Жасым 14-те. Мектепке ерте барғанмын. 5 жасымда әкемнің ағасының үйінде жатып оқыдым. Бұл ағам да ішсе тоқтай алмай жатып ішеді, бірақ жағдайы жақсы болды. Содан ештеңеден тарлық көргенім жоқ. Сөйтіп ағамның бір запойында үйде сол кісімен жалғыз қалдым. Ол кісі ұйықтап жатқан. Содан бір уақытта оянып мені шақырды да өзі әлі мәз. Мен ойымда түк жоқ, жанына бардым. Халатымның кеудесінен шап беріп мені өзіне тарта бастады. Мен шошып жұлқынып қалғанда халатымның түймесі үзіліп, әйтеуір арпаласып қашып шықтым үйден. Тағы да мені Құдай сақтап қалды. Содан жылап далада жүрдім. Жеңгем келгенде бәрін айттым. Айқай-шу болып жатқанда киімдерімді жинап, әкемнің қарындасының үйіне кеттім. Алдында автобуспен бір барып көргенмін. Адаспай оңай таптым. Жылағаннан көзім ісіп кеткен. Тәтем көріп шошып кетті. Үйде өзі ғана болған, бәрін айттым. Екеуміз еңіреп жылап, содан жатақханадан орын алғанша сонда болатын болдым. Ол кезде енесімен тұратын, сонда қалуға рұқсат ала алмай жалтақтап бітті. Сонымен студенттік өмірім жатақханада жалғасты. 2 курсты оқып жүргенде бір қыз ағам армиядан келді. Барып келейік деп комнатада тұрған қыздарды шақырды. Ол кезде мен 15-темін. Бәріміз жиналып бірге бардық. Алматының маңайындағы бір ауыл. Содан кешкі отырыс болды. Кісі көп. Содан жастар жеке отырайық деп басқа үйге бардық. 20 шақты жастары бәріміз отырмыз. Содан есімді білмей, бірдеңе қосқан, ішіп отырған соқтарымызға ұйықтататын қосқан. Оянсам әлі армиядан келген жігіт жанымда жатыр. Үстімде киім жоқ. Өзімнің ол кезде етеккерім келіп жүрген. Төсекте қарасам, қан, не болғанын түсініп, шыңғырып айқайлап жылай бастадым. Бәрі ұйықтап жатыр. Ана жігіт оянып мені жұбатпақшы болды. Киініп алып басқа бөлмеге барсам, тағы 3 қыз солай жалаңаш ұйықтап жатыр. Сол кезде 4 қыз зорланыппыз. Әрең дегенде бәрін оятып, у-шу болып, жылап-сықтап жатақханаға қайттық. Содан мен қатты депрессияға түсіп, 4 күн ауырып, сөйлей алмай жаттым. Ана жігіт кейін келіп менімен сөйлеспекші болды. Қыз екенсің, мен саған жігіттік болайын деп, қайдан күш алғанымды білмеймін, қуып шықтым. Ал ана қыз бізді алып барған сол кезде білді ма білмеймін, тағы бір қызбен үйіне қайтып кеткен. Сөйтіп күнде өтіп жатты. Ол қызбен ешкім араласпайтын болдық. Өзіміз жиналғанда бір жылап аламыз. Бір күні кешке қарай жатақханаға бір бадисмақ бала келді. 90-шы жылдары ғой. Рэкет деген көп болатын. Сол сөздің өзінен қорқатынбыз. Естіген кезде бір есігімізді жауып алып шықпауға тырыстық. Сөйтсек түнде әлгі бізді қонаққа апарған қызды сол жігіт зорлаған екен. Түнде 1-2 айдан соң ба, кейін ба әлгі жігіт келді, маған кешірім сұрап. Қыздығыңды мен алдым, көз жасыңа қалдым, үйленейік деп. Мен ол кезде әлі 15-темін, бірақ мен маңыма да жылатпадым.
оны. Сөйтіп оқуым бітті, диплом алдым. Әлгі тиіспекші болған ағам өзінің күнәсін жуып-шайып үшін ба білмеймін, маған Алматыдағы қал, бір бөлмелі үй әперем, дипломың бар, жұмысың істе, университетке түсірейін деді. Мен көнгенім жоқ. Қайтамын дедім. Осы болған оқиғалардың біреуін де шешеме айтқан емеспін. Сонымен өз қалама қайтып жұмысқа тұрдым. Ол кезде мен жастылар енді ғана мектеп бітіріп жатты. Мен мектепте 5 жасымнан барғанмын. Түрім әдемі болған соң шығар, жігіттер көп қырындайтын. Ал мен ешкімге жолағым келмейді. Сөйтіп жүріп бір күні қазіргі күйеуіммен таныстым. Ол сол кезде біздің қаладағы техникумда оқып жүрді. Екеуміз кездесіп сөйлесіп жүрдік. Ол кезде күзді селхозға жұмысқа жіберетін. Ал сонда кеткен. Bir кеше сол жігіттің ағасы келіп тұр. Саған сәлем айтып жіберген, кешке келем. Сонда айтам деп мен аңқаулығым ба, балалығым ба кешке шықтым. Содан жүр мына жерде тұрайық деп мені келістім. Сол неге бардым деп әлі өкінемін. Сөйтіп келе жатып мен көтеріп әкетіп зорландым. Қарсыласқанмен мен кішкентаймын. Ол денелі болатын, әлім келмеді. Содан жылап түн ортасына дейін далада отырып, түнде тыныш қана кеп жаттым. Таң атқанша ойланып, таудан секіріп өлмекші болдым. Тауға барып отырып секіре алмадым. Қанша дегенмен жан тәтті екен. Сөмірейіп жұмысыма бардым. Содан жігітім келді. Мен оны қатты жақсы көріп қалдым. Ештеңе айта алмадым. Бірақ ол уже білген. Әлгі аға сымға мақтанып барды ма, кім біледі. Айтқан келгеннен өзі салқын ұстады. Содан екеуміз кездесіп жүріп ұрысамыз, кетем, тастайым дейді. 2 күннен соң сенсіз күн көре алмаймын дейді. Солай 2 жылдай жүрдік. Не мен кете алмаймын, не ол кете алмайды. Бір-бірімізді жақсы көреміз. Арамызда ағасының істеген тұрған екен. Мен де айтпадым. Содан менің аяғым ауыр болып қалды. Сосын үйлендік. Сосын кейін тойдан кейін бір ұрыста ағаммен неге жаттың деп әбден ұрды. Өз ағаңа да тигізген өзің кінәлі деп енем ылғи ұрыстырып жүретін. Неше үшін ұрысып жатқанымызды білмейді. Әйтеуір мәз мені ұрғанына. Әбден айызы қанды. Ұр деп кейінгі өмірімді жазсам жеке бір кітап болатын шығар. Енемін де біраз қорлық көрдім. Ол кезде біз басқа қалаға көшіп келгенбіз. 5-ші этаждан секірмекші болдым. Басымнан сотрясіне алып ауруханада да жаттым. Енемнің айдаһарлығым болған қатты қызғаншақ. Әлі күнге дейін қызғанады. Бөтен еркек сөйлесе ұрыс шығара салатын. Бірнеше рет кеттім де көрдім, бірақ маза бермейтін, жалынып-жалбарынып қайтар алады. Сосын біраз уақыт өткен соң тағы концерт қоя бастайды. Көбінесе енем бастап беретін, арғы жағы қызғанышпен, ұрыспен бітетін, бірақ ішпейтін, шекпейтін атам ғана мені қорғап жүретін. Ол барда бәрі тыныш. Сөйтіп алысып жүріп өмірім де өте шығыпты. Өз ағам онкологиядан қайтыс болды. Балалары байлығын бөлісе алмай, өзара соттасып, тоза-тоза болып кеткен. Күйеуімнің ағасы 3 рет үйленді. Әрі жұмысқа тиіп қашып, тұрақсыз, онымен араласпаймыз. Ұлдарым өскелі бет алды, сөйлегенді азайтты, бірақ қызғанғаннан қояр емес. Үйде болса телефонды қопарып, кім не жазды, кім звондады, бәрін ақтарып тексеріп шығады. Мынау неге звондаған, мынау саған не деді деп кейде келіннен ұялам. Беталды артық сөз айтып көңіліне алып қалама деп. Қазір 3 ұлым, 2 қызым бар. Қыздарым айтып отырам, барлығын байқап жүр деп. Жасырмай, маған бірінші келіңдер деп. Ұлдарыма да түсіндіріп отырам. Үлкен ұлым қазір 25-те үйленген, әйелін алақанында ұстайды. Ол да мен кішкентай кезінен енем күйеуінің маған көрсеткендерін көріп өскен соң ба, мені қорғап әкесін ауыз аштырмайды. Қалған ұлдарымда айтып отырам, қыздың жасы ауыр болады. Жасы жылатпа, сыйла, қарындастарының алдында кер жүрмесін, байқаңдар деп қыздарыма да жақын еркін ұстаймын. Керегін айта алатын, өзін қорғай алатындай өсіріп келем. Өзім туралы жүрегімнің бір түкпірінде тығып тастағанмын. Кешеден іштен тынып, онкологияға шалдыққан әйел туралы оқып, ішімдегіні шығарайын деп шештім.
Күйеуім әлі де қызғанады, бірақ айқай-шу шығаратын қойды. Енем де қартайды. Өзінің артық кеткенін түсініп, кешірім сұраған кешірдім. Өзімді осының бәрін психологиялық кітап оқудың арқасында алып шықтым. Қарап отырсам, бүкіл жастық шағым арпалысумен өткен екен. Жақсы күндерім де болды. Қазір осы барыма шүкір деймін. Ал күйеуімді сол қызғаншақтығымен қабылдадым. Міне, құрметті оқырмандар, тіркелмеген болсаңыз тіркеліп басып қолдап кетіңіздер.